Ер азаматтардың ұрық жасушаларының санын қалай көбейтуге болады? Қазіргі таңда ерлі зайыптылардың бала сүйе алмауы маңызды мәселеге айналып отыр. Ер азаматтардың ұрық жасушаларының саны 60 миллионнан астам, оның ішінде 65%-тен жоғарысы белсенді, яғни қозғалыста сапалы ұрық жасушаларынан болуы қажет. Барлығымызға түсінікті, салауатты өмір салтын ұстану және лайықты спорт қимылдарымен айналысу арқылы ұрық жасушаларының санын көбейтуге болады. Сонымен қатар дәрі-дәрмекке де сүйеніп, осы ұрық жасушаларының санын көбейтуге болады. Біздің центрде арнайы құпия рецепттермен жасалған ешқандай химиясыз шөп дәрілермен және де жабайы аңдардың қажетті заттарын қосу арқылы шөп дәрілер дайындалады. Осы дәрі-дәрмектермен көп ата-аналар кішкентайлы болып рахметін айтып, жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Егер сізде де осындай сұрақтар болса, біздің центрге хабарласыңыздар. Алтын уақыттарыңызды жоғалтып қоймаңыздар.